Бүгіннен бастап Ақмола облысы да қауіптің қызыл аймағына қосылды. Індеттің өршуі салдарынан өңірде қоғамдық орындар жабылып, санитарлар халықты локдаунға дайындап жатыр. Осылайша ауру таралу қаупі өте жоғары аймақтар саны 7 болды. Олар Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары мен Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Алматы облыстары. Ал қызыл аймақтардың қатары өсіп, аурудың көбеюінің бірден-бір себебі әдеттегідей карантин талаптарының мүлдем сақталмау болып тұр. Ақмола облысы күні кеше ғана сәл болса да тәуірлеу сары аймақта болған, бірақ ахуал бір түнде өзгерді. Салы суға кеткен санитарлар өңірдің қызыл аймаққа кіруіне мейрамхана иелерін кінәлайды. Айтуларынша карантин талаптарына қарамастан өңірде той-томалақ тыйылмай жатыр. И предприниматели сейчас идут на различные... Кәсіпкерлер де айлаға көшіп алған эпидемиологиялық жағдайдың ушығып тұрғанына қарамайды. Мейрамхана терезелерін жауып, көліктерді басқа аулаларға қойып той-томалақты жалғастырып жатыр. Сондай-ақ елордадағы ахуал іргелес жатқан Аршалы, Шортанды, Ақкөл аудандарына әсер етпей отырған жоқ. Әсіресе Астанада жұмыс істеп, көрші ауылда тұратындар вирус тасымалдап жүр. Карантин бұзушылармен күресе шаршаған дәрігерлер соңғы бір демалыста ғана 7 тойға тоқтам салғанын айтады. Әрқайсысында кемінде 100 қонақтан жүріпті. Қарағанды облысы да қызыл аймаққа кіруге шақ тұр. Мұнда бір ғана ауылдан 34 науқас шығып, ауру ошағы карантинге жабылып тынды. Науқастар қазіргі таңда Жезқазған қаласы және Сәтпаев қалаларының инфекциялық стационарларына жатқызылды. Байланыста болған адамдардың тобы анықталып, аурудың одан әрі таралуына жол бермеу үшін барлық қажетті шаралар жүргізілуде. Қазір ауру тараған Алғабас ауылына бір топ санитар маман жөнелтілді. Соңғы мәліметтер бойынша коронавирустан тағы 24 адам көз жұмды. 1809 адамнан індет табылған. Әдеттегідей Алматы мен Нұр-Сұлтанда ауру ушығып тұр. Ауру жұқтыру бойынша 3-ші орында Алматы облысы. Арун Уртай, Мұрат Нұрмағамбетов, КТК, Алматы.